أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Барлық мақтау Аллахқа тән. Аллах Субхану ва Тағала біздерге көптеген нығметтерді берді. Осының ішіндегі ең үлкен нығмет ол бізді мұсылман қылып жаратқанына Аллах Субхану ва Тағалаға сансыз мақтаулар болсын. Және де әлемге рахмет етіп жіберілген тақуалардың имамы, пайғамбарлардың мырзасы болған пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва салламға және оның жанұясы мен сахабаларына Аллах Субхану ва Тағаланың сәлемімен игілігі болсын. Аллах Субхану ва Тағала Құран кәрімде былай дейді: «Күллу нафсин заиқатул маут, ва иннама туваффауна уджуракум яумал қиямати, фаман зухзиха анин нари фа удхилан джанната фақад фаз, ва мал хаяту дуния илля матаул ғурур». Әркім өлімді татады. Шын мәнінде істеген амалдардың ақысын сендер қияметте толық аласыңдар. Сонда кім тозақ отынан құтқарылып, жәннатқа кіргізілген болса, расында сол құтылды. Негізінде бұл дүниенің тіршілігі бір алдамшылық істерден. Тағы да Аллах Субхану ва Тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламға былай дейді: «Иннака майитун ва иннахум майитун». Сен де өлесің, олар да өледі. Міне бұл өлім. Әрбір жан иесінде бар. Сондықтан да адам ойына түйіп жүру керек. Өлімді еске алу керек. Өлімді ұмытпау керек. Оның алушысы Азраил, Мәләкул Маут, жан алушы періштені ұмытпау керек. Өйткені ол біз ешқашан ұмытпайды. Күніне әрбір адамға келіп 5 рет зиярат қылады екен. Тіпті ол бізді өзімізден де жақсы біледі. Егер Аллах Субхану ва Тағаланың бір әмірі келсе, жанын ал десе, ол ешқандай жаңылыспай сол адамның барып жанын алады. Парақтап, ашып отырмайды. Кім еді ол? Марат дегендер көп қой, бірақ ол ешқандай жаңылыспай. Біз сапарымызды кейінге кешіктіруіміз мүмкін. Емтиханды кейінге ұзатуымыз мүмкін. Және демалыс күндерімізді басқа күнге ауыстыруымыз мүмкін. Бірақ та ажал келгенде оны ешқашан кейінде берде сұралмаймыз. Сондықтан нәпсімізге қарсы тұруымыз керек. Нәпсі деген нәрсе ол дүниенің қызығына, дүниенің шахуатына, дүниенің ләззатына бағыттайды. Сондықтан оған қарсы келіп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламды өзімізге үлгі тұтуымыз керек. Пайғамбар саллаллаху алейхи салам өміріне көз жүгіртейікші не істеді? Сонда Аллах Субхану ва Тағаланың құдіретімен қасқырлар оған келіп куәлік етті. Тастар, ағаштардың бәрі куәлік етті. Және пайғамбарымыздың саусағынан мөлдір сулар ақты. Қолында тұрған тағам Аллахқа тасбих айтты. Бірақ та әлемге ұлы болып, адамдардың ішіндегі асыл тәжірибе болған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламда не майда тастарға жататын болған. Абдуллахтан жеткен бір хадисте ол былай дейді: пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам майда тастардың үстінде жатқан еді. Ол тастар пайғамбарымызға қатты әсер етеді. Сонда: «Е Расулаллах, сенің жолында құрбан болайын, бізге неге бұйырмадың, саған бір жақсы төсеніштер қойып қоятын едік қой» дегенде, сонда пайғамбар саллаллаху алейхи не деді? Бұл дүние маған ешқандай қажет жоқ. Бұл дүниеде мен сапарға шыққан бір мүсәпір тәріздімін. Жолда ағаштың көлеңкесіне тынығамды, ары қарай сапарым жалғастырамын ғой. Бұл дүниеде сондай сапар дүниеде. Міне бұл дүние сапар дүние. Бұл дүние адамның құлшылық қылатын, ғибадат қылатын күндер. Өлімнен кейін ешқандай құлшылық та ғибадат та болмайды. Осы дүние сынақ дүние. Сондықтан да бұл дүниені қадір білуіміз керек. Және өлімге дайындалуымыз керек. Қияметтегі бүкіл жағдайларды еске алып жүруіміз керек. Алла Тағаланың азабын еске алуымыз керек. Алла Тағаланың азаптары, тозақтың азаптары бұл жай әшейін нәрсе емес. Кейбір адамдар ойлайды екен, осы тозақтың оты бір күні сөніп қалар деп, осы жердегі азаптармен салыстырады екен. Бірақ та Алла Субхану ва Тағала тозақтың оты не істеді? Қап-қара жалындаған от қылды. Оның отыны адамдармен тастарды қылды. Ал тозақты қоршап қоятын періштелерді сақтап қойды. Олар ешқашан Алла Тағаланың әміріне қарсы келмейді. Алла Тағала не бұйырды, соны бұлжытпай орындайды. Жазаларды береді.
Осы ақырғы 50 жылдықтың ішінде физика ғалымдар оттың дәреже болатын зерттеп шыққан екен. Бірінші отты жаққанда оның градусын бір белгілі мөлшерде қойған. Егер де денелерінің терілер жанып күйіп жоқ болып кетсе де, тағы да жаңадан тері салып, оның азабын ары қарай жалғастыру үшін осылай жалғастыра береді. Өйткені Алла Тағала Құран кәрімде деді: Құранға, аятымызға қарсы келгендерді, оларды жедел түрде тозаққа тастаймыз. Олардың терілер жанып күйгенде азабын 2 есе тартқызу үшін терілерін жаңадан ауыстырып тұрамыз дейді. Алла Субхану ва Тағала өте үстем, өте дана зат. Міне, Аллахтан қорқу керек. Аллахтың азабын еске алу керек. Сонда ғана біз өзіміздің қандай екенімізді түсінеміз, әлсіз пенде екенімізді түсінеміз, Алла Тағаланың азабына төтеп бере алмайтынымызды түсінеміз. Сондықтан да бұл Аллахтан шынайы қорыққан және Алла Субхану ва Тағаланың азабынан қорқып, қияметті үнемі еске алған Нәфиса анамызды өзімізге үлгі тұтуымыз керек. Нәфиса ол пайғамбарымыздың ұрпақтарынан өте салихалы, тақуа әйел кісі болған. Үйінде қабір қазып, сол қабірінде намазында оқитын болған, Құранды оқитын болған. Өлімнен алдын ол 6000 рет Құранды хатым қылып шыққан. Күндіз оразамен, түнде мүнәжатпен Алла Тағалаға құлшылық қылатын болған. Өлім сәтінде адамдар оған келіп, "Болды, қойсайшы енді, аузыңды аша сал, енді қатты қинап тұрсың енді." Ажабанли. Ғажап. Мен 30 жылдан бері Алла Тағалаға дұға қылып келе жатырмын. Аллахым, осы ораза тұтып өліп кетейінші деп дұға қылып жатырмын. Енді өлім сәтінде келгенде осы аузымды ашайын ба деді. Жоқ деді. Сол бойынша аузын ашпай оразамен кеткен екен. Міне бұл Нәфиса анамыздың бір көршісі бар еді, яһуди. Ол яһудидің аяғы жүрмейтін, үнемі арабада өмірін өткізетін кішкентай қызы бар еді. Анасы бір күні моншаға барам деп, қызынды алып барайын деп оған айтады. Сонда қызы: "Жоқ, мен бармаймын оған" дейді. "Бәлкім мен өзіміздің көршіміз Нәфиса үйіне барайыншы, сондан бар рұқсат сұрайшы" дейді. Анасы барады да Нәфиса анамыздан рұқсат сұрайды. Рұқсат береді. Үйінің бір бұрышына жаңа қызды қойып қояды. Нәфиса анамыз намаз оқу үшін дәрет алады. Дәрет алып жатып, оның суы ағып сол қыздың алдына дейін жетеді. Сонда Алла Тағала оның көңіліне салып қояды: "Бұл дәреттің суын ал да аяғыңа жақ" деген. Ол дәреттің суын алып аяғына жаққанда Аллахтың құдіреті. Сол кезде ол екі аяғына тік тұрып, түк болмағандай аяғы кәдімгідей жүретін адамдар сияқты болып тұрып кетеді. Қуанып үйіне жүгіріп кетеді. Нәфиса анамыз намазға терең кіріп кеткен. Хабар жоқ не болып жатқанынан. Үйіне барғанда есігін қағады. Есігін ашқанда анасын мойнынан құшақтап, анасы танымай қалған. "Сен кімсің?" дейді. "Қызыңды танымай қалдың ба? Мен сенің қызың ба?" дейді. "Не болды?" Оқиғаларды айтып береді. Сонда жаңағы әйел: "Біздің ұсқын дінімізден қарағанда оның діні хақ екен" деп Нәфиса анамыз үйіне барып қолын сүйіп, "Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна жаддака хаққун расулуллах" деген. Аллахтан басқа ешбір тәңір жоқтығына куәлік етем, және сенің атаң пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям хақ пайғамбар екеніне куәлік етем деп. Міне Алла Субхану ва Тағала Нәфиса бинт Хасан бин Али бин Аби Талибтің қызы Нәфиса анамыздың берекетімен бұл көршілері, яғни яһудилердің бәрі дінге кіріп кетеді. "Инна лиллахи ибадан фатуна таллақу дуния ва хафу фитана назару фиха фаламма алиму аннаха лейсат лихайин ватана جعلوها لجة واتخذوا أعمال الصالح فيها سفنا" деп бір ақырын айтқан екен. Алла Субхану ва Тағаланың бұл дүниеде дүниені тастаған, фитнадан қорыққан зерек құлдары бар. Олар дүниеге ғибрат көзімен қарап, ол дүниенің бұл тірі адамдарға отан емес екендігіне көз жеткенде, бұл дүниені олар теңіз қылып алды да ізгі амалдармен онда қайық етіп жүзі дейді. Міне нағыз ізгі құлдар, салихтар бұл дүниені деп ізгі амалдармен қайық ретінде теңізінде жүзеді. Сондықтан өлімді көп еске алу керек. Өйткені бұл дүние
уақытшалық нығмет. Егерде ол нығмет мәңгі болғанда Алла субханала тағала кәфірлерге ол нығмет бермей, бәлкім кімдерге беретін еді? Пайғамбарларға беретін еді. Бірақ та Алла тағала пайғамбарларына және оның үмметтеріне жәннатты уәде етті. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям не деді? Акиясун наси аксарухум исти'дадан лил-маут. Сендердің ең ақылдыларың өлімге дайындалғандарың деді. Сондықтан өлімге дайындалайық, өлімді жиі еске алайық. Азраил алейхиссалам бізді ұмытпағандай, бізді ол өлімді ұмытпайық. Саллаллаху тағала аля хайр халқи Мұхаммадин ва аля алихи ва асхаби ажмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.